سليمانة. Хабиб Абдулманапұлы Нурмагомедов, UFC және де бүкіл MMA тарихындағы ең үздік жауынгерлердің бірі. Ұзаққа созылған мансабында 29 жекпе-жек өткізіп, барлығында жеңіске жеткен әлемдегі жалғыз адам. Хабибтің арқасында дагестандық күрес бүкіл әлемге қорқынышты қару секілді көрінді. Біздің уақытымыздың аты шулы ең танымал және де ең мықты жауынгерлердің бірі. 3 жыл бұрын кәсіпқойлық мансабын UFC-дің чемпионы ретінде аяқтаған болатын. Сіздермен бірге Азамат арнасы және де бүгін біз Хабиб Нурмагомедовтың басына өткен қиыншылықтарды жеңіп, әлемдегі ең үздік MMA жауынгер атағына дейін келгені жайлы сөз қозғайтын боламыз. Ал осы видео басталмас бұрын міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі видеода қай жауынгер немесе де қай тақырыпта видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Хабиб Абдулманапұлы Нурмагомедов 1988 жылы 20 қыркүйек күні Дагестанның Сельди ауылында дүниеге келген. Оның әкесі Абдулманап күрес, дзюдо және де самбодан спорт шебері. Сонымен қатар самбодан Европа чемпионы. Ал Хабибтің көкесі Нурмагомед Нурмагомедов самбодан әлем чемпионы атанған. Осындай спортқа жақын отбасыда дүниеге келген Хабиб ойланбастан күреспен айналыса бастады. Абдулманаптың айтуы бойынша Хабиб 2 жасында күрес залында жаттыға бастаған. Ауылда өмір сүрген Хабиб жастайынан спорттан басқа оқуға да көңіл бөліп, әкесі жоқ кезде отбасының тірегі болып жүрген. Менің жаттығу залымда тәрбие, білім және де спорт деген жазулар тұратын. Осының арқасында мен өзімнің баламды және де бүкіл ауыл аймақтағы бүлдіршіндерді тәрбиелей бастадым. Тұрақтылық және де тәрбие. Осы екі тұжырымды бірге алып жүрсең, спортта да, өмірде де чемпион атанасың, дейді Абдулманап Нурмагомед. Кейін жылдар өте Хабиб әкесімен бірге Махачкала қаласына көшіп, жаңа спорт залында жаттыға бастады. 12 жасынан бастап Хабиб самбодан, еркін күрестен, дзюдодан және де грек-рим күресінен облыстық және де бүкіл әлемдік жарыстарға қатыса бастады. Осының арқасында 17 жасқа таман Хабиб дзюдодан қара поясқа жетіп, самбо, армейский рукопашный бой, панкратион және де дзюдодан спорт шебері атанып, Ресей мен Европа чемпиондары атанады. Сонымен қатар 2012 жылы грэпплингтен әлем чемпионы атағына қол жеткізеді. Осындай жетістікке қол жеткізген соң әкесі баласының дзюдодан әлем чемпионы болғанын қалаған. Алайда тағдырдың қалауымен Хабиб алғаш рет UFC-мен танысқан болатын. Осыдан соң Абдулманап баласының мақсаты мен арманына қол жеткізу үшін барлығын жасап, арнайы аралас жекпе-жек үшін даярлай бастады. Кәсіпқой мансабындағы алғашқы жекпе-жегін Хабиб Полтава қаласында өткізді. Қарсыласы болып шыққан Гусам Байрамов атты әзербайжандықты қиналмай, 3 бұрышта бешінмен ұйықтатып бастады. Дәл осылай 2008 жылдың 13 қыркүйегінде Хабиб алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Келесі 4 жыл ішінде Хабиб әкесінің қол астында жаттығып, ресейлік жергілікті промоушендерде өнер көрсете бастады. UFC-ге қосылмас бұрын Хабиб M1 және де Pro FC промоушендерде төбелесіп жүрді. Осы жерлерде өзінің рекордын 16-0-ге жеткізген болатын. Қарсыластарының ішіндегі ең атақтысы чечендік Али Багов. Алғашқы раундта Хабиб тейкдаун жасап, раундтың соңына дейін Баговты төменгі сатыда ұстап отырды. Екінші раундта дәл осылай өтіп, Хабибтің қоржынына қосылған болатын. Үшінші раундта Али Багов жеңіліп тұрған сезініп, алға басқан еді. Осы мезетте Хабиб қайтадан тейкдаун жасап, төрешілердің шешімімен жеңіске жетті. жылы Хабиб өзінің төменгі сатыда жоғардан жасалатын ground and pound соққыларының өте жоғары сапада екенін көрсеткен болатын. Виталий Островскийге қарсы жекпе-жекте Нурмагомедов жақсы тейкдаун жасап, қапталдағы бақылаудан соққылар тастай бастады. Жекпе-жек тоқтатылып, Хабиб техникалық нокаутпен кезекті жеңісіне жетті. Шамиль Кардановтың арқасында Хабиб Нурмагомедов UFC-мен келісім шартқа отырып, жауынгерлер ростеріне қосылған болатын. Алғашқы жекпе-жегі 2012 жылдың басында американдық Нэшвилл қаласында өтті. Оған қарсы шыққан тәжірибелі ирандық жауынгер Камал Шалорус. Жекпе-жек толығымен Хабибтің айтуымен жүрді. Уақытымен прессинг қосып, тейкдаун жасап, төрешілердің көзінде жеңімпаз болып тұрды.
Кейін 3-ші раундта Хабиб сабмишнмен жеңіске жетті. Бұл жекпе-жекте Хабиб өзінің күресінің мықты екенін дәлелдегенімен, соққыларда біраз қателіктер барын көрсетті. Солай Хабиб Сан-Хосе қаласында аты аңызға айналған American Kickboxing Academy немесе де AKA залына барған болатын. Хабибтің біздің залға келгені әлі есімде. Қолындағы телефон тастамай, әрең дегенде ағылшынша сөйлеп жүретін. Әрдайым Дагестандық қыран деген лақапатты айтып жүретін. Сол кезде маған мен еш жеңілмеген абсолютті чемпион болып, өте көп ақша табамын деген әлі есімде. Барлығымыз оған иә деп күліп қарайтынбыз. Алайда көріп тұрғанымыздай мақсатына қол жеткізді. жылдың жазында UFC 148 турнирінде Хабиб Нурмагомедов мықты бразилдік спортшы Глейсон Тибаумен кездесті. Осы жекпе-жек әлі күнге дейін барлығы үшін біраз сұрақтар тудыртады. Себебі сол кезде Тибау Хабиб үшін ең ауыр жекпе-жектердің бірін берген. Дегенімен намысты қолдан бермей азаттылығын танытып жеңіске жетті. UFC-дегі 3-ші жекпе-жегін Хабиб 2013 жылдың басында Бразилия елінде өткізді. Оған қарсы тағы бір бразилдік жауынгер Тиаго Таварес шықты. Салмақ өлшеу кезінде Хабиб трэш-ток жасап, провокация үшін арнайы жазып алған футболкасын киді. Бұл жерде егерде самбо оңай болса, оны джиу-джитсу деп атайды деген жазулары болатын. Жекпе-жектің өзі 2 минуттан ұзаққа созылған жоқ. Себебі Хабиб қарсыласын партерде емес, стойкада ұрып соғып, техникалық нокаутпен жеңіске жетті. Осы кезден бастап барлығы Хабибті бүркіт лақап атымен атай бастады. Төрт ай өткен соң Хабиб октагонға қайта оралды. Оның кезекті қарсыласы болып Абель Трухильо шықты. Жекпе-жекке дайындық барысында Хабиб біраз қиыншылықтармен кездесіп, жеңіл салмақтың 70 келі шегіне кіре алмады. Кейін face-to-face кезінде екі жауынгер тірескен болатын. Осыдан соң ашуға толы Хабиб жекпе-жек кезінде тейкдаундар бойынша әлемдік рекорд қойып тастаған еді. Абель Трухильоға қатарынан 21 тейкдаун жасап жеңіске жетті. Кейін жекпе-жектен соң Хабиб салмақ қуа алмаған үшін барлығынан кешірім сұраған болатын. Өзінің 5-ші жекпе-жегінде Хабиб американдық Пэт Хиллмен кездесті. Олардың жекпе-жегі 25 қыркүйек күні UFC 165 турнирінде өтті. Болашақ әлем чемпионы өзінің мәнерінде қарсыласына тіпті бірде-бір мүмкіндік бермей, 3 раунд бойы күресіп, мыжып, жығып, 21-ші жекпе-жегінде жеңіске жетті. Сол жылдың соңында Хабиб Гилберт Мелендесті төбелесуге шақырып, UFC 170 турниріне дайындалып жатқан. Алайда Мелендес белгісіз себептерге байланысты жекпе-жектен бас тартты. Оның орнына матчмейкерлер Нейт Диасты дайындаған болатын. Бірақ Диас бұл жекпе-жектен бас тартты. Хабибтің айтуы бойынша, егер олар үздік әрі мықтылармен шыққысы келсе, қашпай төбелессін деген болатын. Кейін Хабиб Рафаэль дос Аньоспен кездесетін болды. Бұл жекпе-жекте екі болашақ чемпиондар бірін-бірі нокаутпен ұтқысы келген. Алайда Хабиб қайтадан еш мүмкіндік бермей, дос Аньосты төрешілердің шешімімен жеңді. Осыдан соң Хабиб Дональд Серранемен жекпе-жек алған болатын. Сол кезде Ковбой Серране өзінің ең үздік күйінде болып, қатарынан 4 рет нокаутпен жеңіске жеткен еді. Осы жекпе-жектің арқасында Хабиб бірден чемпиондыққа басты үміткер болатын. Алайда бұл жерде барлық спортшылардың басты қарсыласы кедергі етті. Хабиб Нурмагомедов дайындық барысында оң аяқ тізесінің крестообразный связкаларын жыртып алған болатын. Осылай Хабиб 9 айға жуық жоқ болып кетті. Осының кесірінен Хабиб оң аяғымен тейкдаун жасай алмай қалды. Себебі аяққа кірген кезде толығымен тізе жұмысы шектеліп қалды. Кейін Хабиб пен Дональд Серраненің жекпе-жегі 2015 жылдың мамыр айына қойылған болатын. 23 мамыр күні UFC 187 турниріне. Алайда Хабиб 3 апта бұрын сол тізесін қайтадан жарақаттап, жекпе-жектен бас тартуға тура келді. Шынымды айтсам, біз өзіміз де түсінбей қалдық. Себебі бұл жай ғана спарринг болатын. Хабиб жақсы жұмыс істеп келе жатқанда артқа бір ғана қадам жасаған кезде бұған дейін зақымдалмаған тізесі шығып кетті деп AKA залының бапкері Хавьер Мендес айтқан болатын. Тағы да жарты жыл өткен соң Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсонмен кездесуі керек еді. Алайда Хабиб оң жақ қабырғасын зақымдап, октагонға шыға алмай қалды. Абдулманап Нурмагомедовтың айтуы бойынша, спарринг кезінде Ислам Махачев тейкдаун жасағанда Хабибтің қабырғасын жарақаттаған болатын.
Кейін Хабиб толығымен емделіп, қайта оралған кезде оған қарсы қайтадан Тони Фергюсонды қойған еді. 2016 жылдың ортасында екі жауынгер UFC Fight Night турнирін басқаратын болып шықты. Бірақ жекпе-жекке 10 күн қалғанда Тони Фергюсон жарақаттанып, жекпе-жектен бас тартты. Алайда UFC матчмейкерлері Тонидің орнына дебютант Даррел Хорчерді қойды. 2 жыл бойы төбелеспеген Хабиб аң аулауға шыққан бүркіт секілді қарсыласын мыжып, сындырып, техникалық нокаутпен кезекті жеңісіне қол жеткізді. Сол жылдың қыркүйегінде Хабиб жеңіл салмақтың чемпионы Эдди Альвареспен кездесу үшін қатарынан 2 келісім-шартқа қол қойып, дайындықты бастаған болатын. Бұл жекпе-жек UFC 205 турнирінде алғаш рет Нью-Йорк қаласында Madison Square Garden аренасында болу керек еді. Алайда 26 қазан күні промоушен Эдди Альваресті Конор Макгрегорға қарсы қойған болатын. Осы кезде Хабиб ашуға толып, Альваресті, Макгрегорды және де промоушенді жамандап, ауыздары боққа толы шакалдар деген болатын. Соңында Хабиб сол турнирде Майкл Джонсонмен кездесетін болды. Жекпе-жекке дайындық барысында Хабиб Конор Макгрегормен кездесіп, 1 минут ішінде ұрып өлтіретінін айтқан еді. Осы UFC 205 турнирінде Хабиб өзінің ең үздік жекпе-жектерінің бірін өткізді. Ұрып соғып, тейкдаун жасап, біраз рет сөйлесіп, сабмишнмен жеңіске жетті. Тіпті біраз рет Дана Уайтпен әңгіме айтқан болатын. Кейін Хабиб Конорды жекпе-жекке шақырып, мансабындағы ең оңай төбелес болатынын айтқан еді. Мансабындағы 24-ші жеңісінен соң Хабиб қайтадан Тони Фергюсонмен кездесуі керек еді. 4 мамыр күні UFC 209 турнирін басқарып, жеңіл салмақтың уақытша чемпиондығы үшін жекпе-жек болу керек еді. Мен үшін және де сіздердің барлықтарыңыз үшін бұл жекпе-жек нағыз чемпиондық белбеу үшін. Себебі жеңіл салмақтағы екі өте мықты әрі үздік жауынгерлер кездесейін деп жатыр. Кезінде Дана Уайт Конорға бұл чемпиондықты тосын сый ретінде берген еді. Конор Эдди Альваресті 2 рет ұстап, нокаутпен жеңді деген мен үшін өтірік. Фрик жекпе-жек. Нағыз чемпиондық қалайық адамдар осы турнирде кездеседі. Алайда жекпе-жекке 1 күн қалған кезде Хабиб ағзасының сусындырылғанына байланысты жекпе-жектен бас тартқан болатын. Сонымен қатар Хабибтің омыртқасы зақымдалғаны белгілі болды. Солай Хабиб қайтадан жарақаттармен күресіп, мансабын аяқтау жайлы ойланып жүрген болатын. Алайда әкесі марқұм Абдулманап Нурмагомедов бұған қарсы болып, баласының қойған мақсатына жететінін айтқан еді. 2017 жылдың соңында Хабиб Нурмагомедов Эдсон Барбозаға қарсы UFC 219 турнирінде кездесетін болды. Бұл жекпе-жек чемпиондық белбеуге болмаған. Себебі біраз ай бұрын Тони Фергюсон Кевин Лиді жеңіп, уақытша чемпион белбеуіне қол жеткізді. Ал абсолютті чемпион Конор Макгрегор әлі күнге дейін қайта оралмады. Алайда осы жекпе-жек чемпиондыққа үміткерлік үшін болатын. Сол үшін Хабиб доминантты түрде жеңуді көздеген. Жекпе-жек басталысымен Хабиб жай доминантты емес, тіпті танк секілді Барбозаны басып өтті. Сонымен қатар қайтадан Дана Уайтпен біраз әңгіме айтқан болатын. Жекпе-жек басталмас бұрын бапкерім Хавьер Мендес менен жиналып, жекпе-жек жайлы ойлауымды сұрады. Себебі мен тым босаңсып, жеңісіме сенімді болдым. Алайда мен рахаттанып ләззат алып жүрдім. Себебі 2 жыл ішінде төбелесуді сағынған едім. Конор Макгрегордың боксқа көшкен соң, UFC ирландық жауынгердің қайта оралуын күтпей, одан чемпиондықты тартып алды. Солай 4-ші мүмкіндікпен Хабиб Нурмагомедов пен Тони Фергюсонның арасындағы жекпе-жек құрастырыла бастады. Осы жекпе-жекте жеңіл салмақтың абсолютті UFC чемпионы анықталу керек еді. Жекпе-жек жақындаған сайын барлығы өте жоғарғы деңгейдегі төбелесті күткен болатын. Бірақ турнирге бір апта қалғанда Тони Фергюсон сұхбат беріп жатырғанда тоқтарға шалынып, тізесінің крестообразный связкасын жыртып алды. Сонымен қатар Хабиб пен Конордың арасындағы қақтығыс орын алды. Хабиб Нурмагомедов Конордың досы Артем Лобовты ұстап алған еді. Себебі бұған дейін Лобов сұхбатында Хабиб жекпе-жектен 6 рет бас тартып, көте немесе де бас ауырса бірден ұшып кететін адам, тіпті салмақ қуа алмайды. Жанкүйерлерін және де бүкіл MMA қауымдастығын сыйламайды. Кім чекен? Кім қорқады? Конор ештеңеге қарамастан октагонға шығып шоу жасайды. Ол нағыз чемпион. Себебі жарақаттарға қарамастан жекпе-жекке шыға береді деген болатын. Солай Хабиб Лобовты қонақ үйде ұстап алып, шапалақ жегізіп кешірім сұратқан еді.
Осы кезде жарақат алған Тонидің орнына жартылай жеңіл салмақтың чемпионы Макс Холлоуэй Хабибке қарсы тұруға келісті. Жекпе-жектің басталуына 2 күн қалғанда Конор Макгрегор сол қонақ үйге келіп, Хабиб және де оның командасы отырған автобусқа шабуыл жасаған еді. Ашуға толы Конор автобусқа заттар лақтырып, Хабибтің шығуын талап етті. Себебі жалғыз қалған досы үшін кек алғысы келген болатын. Соның кесірінен автобуста отырған біраз жауынгерлер жарақат алып, жекпе-жектерінен бас тартқан еді. Маған мекенжайды жібер, кез келген жерді таңда. Мен келемін. Әрине, бұл жерде күзетшілер бәрін біліп, өздерінше келіп тұр. Мында кел, мекенжайды айт, локацияны айт. Мен келем саған. Дублин, Вегас, Москва, бәрібір, мен келемін. Бұдан басқа Макс Холлоуэй салмақ жасай алмағаннан дәрігерлер оны жекпе-жектен шешкен болатын. Оның орнына Эл Яквинта шыққан еді. UFC 223 турнирінде Хабиб чемпиондық белбеу үшін төбелесіп, жекпе-жекте Яквинтаға ешқандай да мүмкіндік бермей жеңіп шықты. Дәл осылай 8 сәуір 2017 жылы Хабиб Нурмагомедов ресми түрде жеңіл салмақтың абсолютті UFC чемпионы атанды. Ең алдымен әлхамдулиллах, Аллахтың арқасында мен бұған жете алмайтын едім. Бір өкініп тұрғаным, қасымда бүкіл командам бар, алайда әкем жоқ. Мені осындай дәрежеге жеткізген менің әкем. Рахмет, әке. Осыдан соң қонақ үйде полиция қызметтерімен ұсталған Конор соттан шыққан болатын. Солай екі жауынгердің жекпе-жегін бүкіл әлем күткен еді. Солай тамыз айында UFC ресми түрде Хабиб Нурмагомедов пен Конор Макгрегордың жекпе-жегін UFC 229 турниріне жариялады. Жекпе-жек жақындаған сайын екі жауынгер арасындағы атмосфера қыза бастады. Конор өзінің трэш-тогымен Хабибтің басына кіріп, менталды және де психология жағынан сындырып тастағысы келді. Алайда бұл жолы Конор тым артық кетіп қалды. Мен осы жерге мына шакалды өлтіру үшін келдім. Қолынан дым келмейтін, тек қасына өз секілді шакалдармен бір нәрсе жасай алатын күшік. Бұл менің фанаткам. Кезінде менің фанаткам болып, менің суретім тұрған футболкаларды киіп, менен басы кеткен. Ал қазір өзінше төбелесем деп отыр. Оның еліндегі орыстар, чечендер және де дағыстандардың барлығы оған сенбейді. Оның жеңілісін тілейді. Мен бұл жеңісті соларға арнаймын. Сенің қолыңнан дым келмейді. Өткенде автобусқа барғанда сен қатын тәріздес қорқып, Құдайыңа табынып, қорқып отырдың. Сен тыштың. Сенің қолыңнан дым келмейтін біліп тыштың. Оны барлығы біледі. Сен біраз рет жеңіліп қалдың. Тауық секілді қылғынып жерді соғып, жекпе-жекті тоқтатуды сұрадың. Осы жолы мен сенің бетіңді жерге соғып, жекпе-жекті тоқтатам. Көрде тұр, сен соққылардан қорқасың. Сенің інің және де достарың соққыдан ұйықтаған. Сен де дәл солай өлесің. Осы жолы Конор Макгрегор тым асыра сілтеп шектен шығып кетті. Хабибтің достарын, командасын, Құдайын және де әкесін боқтаған еді. Хабиб болса әр айтылған сөзге күліп, октагонда барлығын көреміз деп жауап беріп отырды. Ең алдымен әлхамдулиллах. Құдай маған барлығын берді. Бұл сендерге ұнамайтын білеміз. Әлхамдулиллах. Ертең сендердің жігітіңнің бытшысын шығарамын. Және де бүкіл әлемдегі жанкерлерге рахмет айтқым келеді. Себебі сендердің арқаларында бұл жекпе-жек болып тұр. Рахмет. Ертең кешке, иншаллах, мен жеңіске жетем. 2018 жылдың 6 қазанында бүкіл UFC тарихындағы ең басты жекпе-жек өтті. Бұл кездесу толығымен бір жақты болды. Себебі Хабиб өзінің ең үздік жекпе-жегін көрсетті. Бүркіт таза күресетін адам бола тұра, Конорды нокдаунға жіберген бүкіл MMA тарихындағы алғашқы жауынгер болды. Ал Конор болса тек бір ғана раундта өзін жақсы көрсетті. 4-ші раундтың ортасында Хабиб темпті көтеріп, Конордың артынан қылғындырып жеңіске жетті. Бүкіл ел, бүкіл Дағыстан жерлесінің жеңісін тойлап жүрді. Алайда барлығы жекпе-жекпен аяқталған жоқ. Хабиб өзін және де отбасын боқтап жүрген Конордың джиу-джитсудан бапкері Диллан Дениске назар аударып, октагоннан шыға келе, бірден массалық төбелес басталып кетті. Трибунада отырған көрермендер шок болып айқайлай бастады. Бүкіл арена тік тұрып, бұл қақтығысқа қатысқысы келген. Поясымды бер, менің поясым қайда? Әкел. Бере алмаймын. Қазір берсем, бүкіл көрермендер мына жердің бытшын шығарады. Айттым ғой, біз мына жерге соғыс үшін келдік. Альхамдулиллах, кешір мені бапкер. Бұл менің жаман жағым. Осыдан соң Невада атлетикалық комиссиясы Хабибқа $500,000 айыппұл салып, жекпе-жектерден жарты жылға шектеу қойды.
Сонымен қатар Хабибтің командасында біраз жауынгерлер жарақатпен қайтқан еді. Шектеу біткен соң жеңіліп көрмеген, қатарынан 27 жекпе-жекте жеңіске жеткен Хабиб сол кездегі жеңіл салмақтың уақытша чемпионы Дастин Порьемен кездесті. Бұл жекпе-жек 2019 жылдың қыркүйек айында арабтардың Абу-Даби қаласында UFC 242 турнирінде орын алды. Жекпе-жек Хабиб үшін ауыр болды. Себебі Порье біраз рет соққыларын дәл тигізіп Хабибті қинап алды. Алайда Хабиб өзінің керемет күресі мен футворканың арқасында кезекті жеңісіне қол жеткізді. 3-ші раундта Хабиб қылқындыру тәсілімен жеңіске жетті. Альхамдулиллах. Мен әлі күнге дейін бұны түсінбеймін. Ең алдымен мен Құдайыма рахмет айтамын. Екіншіден әкеме. Рахмет саған әке, және де бапкерім Хавьер Мендеске рахмет. Сонымен қатар қасымдағы бауырларыма. Барлығымыз бірге өсіп өндік. Бұл чемпиондық белбеу барлығымыздың ортақ еңбегіміз. Барлығыңа рахмет. Әрі қарай жалғастыру үшін біраз заттарды анық айтуымыз керек. Біріншіден, Хабиб Конормен кездескеннен соң UFC мен жаңа келісімшартқа қол қойды. Екіншіден, Порьемен жекпе-жек өткізгеннен соң Тони Фергюсонмен кездескісі келді. Сол уақытта Тони жарақатынан қайта оралып, UFC 229 турнирінде Энтони Петтиспен жыл жекпе-жегін өткізіп жеңіске жетті. Кейін Дональд Серранені жеңіп Хабибке жетті. UFC бұл жекпе-жекті 5-ші рет жасауға тырысты. Тони Фергюсон мен Хабиб Нурмагомедов UFC 249 турнирін басқарып, бір-бірімен кездесу керек еді. Алайда сол жылы болған бүкіл әлемдік пандемия орын алды. Турнирге біраз уақыт қалғанда еліне қайтып кеткен Хабиб Ресей елінен шыға алмай қалды. Содан UFC Тони Фергюсонға қарсы Джастин Гейджиді қойған еді. Олардың жекпе-жегі жеңіл салмақтың уақытша чемпионын анықтайтын еді. Естеріңізде болса, Гейджи техникалық нокаутпен жеңіске жетті. Дәл осылай Хабиб Нурмагомедов Джастин Гейджимен кездесу керек еді. Алайда бүкіл мұсылмандар үшін қасиетті Рамазан айында бір жайт орын алды. Коронавирустың кесірінен бүкіл әлем бойынша миллиондаған халық зардап шегіп, біразы біздің өмірімізден о дүниеге аттанған болатын. Солардың арасында ұзақ уақыт бойы вируспен күресіп, кейін жүрегі мен өкпесіне зақым келтірген Хабибтің әкесі Абдулманап қайтыс болды. Нурмагомедов 3-ші шілде күні о дүниеге аттанды. Осы кезде бүкіл жауынгерлер қауымдастығы, соның ішінде Тони Фергюсон, Конор Макгрегор және де тағы да басқалары Хабибті қолдаған болатын. Біраз уақыт өткен соң 2020 жылдың соңында UFC Хабиб Нурмагомедов пен Джастин Гейджи арасындағы жекпе-жекті жариялаған еді. Хабиб әрдайым қиын қарсыластармен төбелесуді таңдайды. Оған бәрібір кез келгенін мыжып сындырып өтеді. Сондықтан егерде осы жылы Гейджиді ұтса, сөзсіз паунд-фор-паунд рейтингінде бірінші орынды алады. Жекпе-жекте Дана Уайттың айтқандай болды. Себебі Хабиб 2-ші раундта треугольник сабишнмен жеңіске жетті. Дәл солай, Хабиб өзінің жеңіс сериясын 29-0-ге дейін жеткізді. Кейін Хабиб әкесін еске алып, эмоцияға беріліп, мансапын аяқтаған болатын. Альхамдулиллах, Құдайым маған барлығын берді. Менің бауырларыма рахмет. 10 жылдан астам менімен және де әкеммен бірге болған адамдар. Сонымен қатар, Хавьер бапкеріме рахмет. Бүгін бұл менің соңғы жекпе-жегім болды. Мен осы жерге алғаш рет әкемсіз төбелесіп тұрмын. Менің анам әкемсіз төбелеспегенімді сұраған. Мен осы жерге әкемнің айтуымен келдім. Енді анамның айтуымен осы жерде мәңгілікке кетемін. Осылай Хабиб әкесінің жолын қуып, бапкерлік мансапты бастады. Оның қол астында әлі күнге дейін бірге келе жатырған достар мен бауырлар жаттығып келе жатыр. Үздік лигалардың чемпионы, талантты проспекттер, болашақ чемпиондар және де мықты жауынгерлер. Бұдан басқа Хабиб өзінің Eagle Fight Championship атты промоушен ашып, біраз мықты жауынгерлерді жинап алды. Сөзсіз, Хабиб өзінің бапкерлік жұмысын жақсы атқарып келе жатыр. 2022 жылдың жазында Хабиб Нурмагомедов UFC промоушенның құрмет тақтасына алтын әріппен қосылды. Алдымен альхамдулиллах. 10 жыл бұрын мен тіпті басқа заттарды ойлап жүретінмін. Чемпион болып, барлығын сатып алғым келген. Соңғы жылдары болған жағдайлар толығымен мені өзгертті. Әкем болмағандықтан бұл жерде тұру қиындау. Бұл өте эмоционалды сәт.
Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Осыған дейін қарағандарыңыз үшін сіздерге мың алғыс. Міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі видеода қай жауынгер туралы немесе қандай тақырыпта видео шығарайық? Комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Азамат арнасы. Сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.